Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге «Заложница» фильмін қысқаша шолу жасап айтып беретін боламын. Арнаға тіркеліп лайк баса өтіңіздер. Жұмыстан босап кеткен құпия агент Брайан Мэлс жалғыз өзі өмір сүруде. Бұрынғы әйелі Ленор және қызы Ким анасының жаңа бай күйеуі Бай Джонмен бірге тұруда. Келесі күні Брайан қызына сыйлық алып 17 жасқа толған туған күніне келеді. Ол қызына караоке сыйлайды, себебі қызы кішкентай кезінде әнші болуды армандаған еді. Қыз сыйлықты алып алғысын білдіріп әкесін сүйеді. Брайан қызын суретке түсіріп алады. Кейін өгей әкесі қызға арнап жылқы әкеледі. Қыз әкесінің сыйлығын лақтырып, жылқыны көріп қуана жүгіріп кетеді. Әрине бұл сәтте ол өзін біртүрлі сезінеді. Брайан үйіне келіп альбомға фотоны жабыстырып қарайды. Келесі күні Ким әкесіне телефон шалып кездесуге шақырады. Брайан оған қуанады, бірақ қыз анасымен бірге келеді. Анасы оған риза емес еді. Қызы әкесімен Парижге баруға рұқсат қол қағаз алуға келген екен. Ким дос қызы Аманда және оның екі туыс ағасымен бірге қыдырғысы келетінін айтады. Сол себепті екі ата-ана да қағазға қол қою керек екен. Ол қызды жалғыз жібергісі келмейді. Брайан қызына бұл әлем өте қауіпті, жалғыз жіберуге қарсы екенін айтады. Қыз әрине ашуланып кетіп қалады. Кейін анасы да Брайанға аузына келген сөздерді айтып кетіп қалады. Біраз күн ойланған Брайан қызына келіп, әр қимылыңды ескертіп отырсаң ғана мен сені жібере аламын дейді. Ким әкесіне Парижден басқа ешқайда бармайтынын айтады. Ленор да Брайанға рахметін айтады. Брайан қызын әуежайға жеткізеді. Ол қызбен қоштасып болғаннан кейін Кимнің сөмкесінен белгіленген карталарды тауып алады. Брайан осы сәтте Париж ең бірінші баратын ел, кейін Мадрид, Рим, Лондонға баруды жоспарлағанын көреді. Өзінің алданғанын түсінеді. Кешкісін ол қызынан жеткені туралы хабар күтеді, бірақ оған ешкім хабар бермеді. Сол себепті ол өзі қоңырау шалады. Қызы телефонды көтереді. Бәрі жақсы деп үйге жеткенін ескертеді. Бір кезде Ким Брайанға үйге белгісіз адамдар рұқсатсыз кіріп жатқанын айтады. Ол Аманданың ағалары ма деп сұрайды. Қыз олардың Испанияда екенін айтады. Кейін ол бөгде адамдар Аманданы алып кеткенін айтады. Брайан қыздан Парижде кіммен танысып үлгердіңдер деп сұрайды. Ким әуежайда Питер есімді жігітпен танысып, үйге дейін такси арқылы келгенін айтады. Брайан қызға төсекті астына тығыл дейді. Кейін диктофонды дайындап, Кимге олар сені алып кетеді. Сенде 10 немесе 5 секунд болады. Осы сәтте сен олардың ерекшеліктерін айқайлап айт дейді. Шашының түсі, тату, шрам бәрі де маңызды дейді. Осы сәтте бөлмеге жігіттер келеді. Олар шығыс тілінде сөйлей бастайды. Брайан қыз үшін қатты уайымдайды. Ол сабыр сақтауға тырысады және оларды мұқият тыңдайды. Жігіттер Кимді тауып алады. Қыз тату оң қолында жұлдыз белгісі бар және де әкесін көмекке шақырады. Брайан бәрін естіп отырады. Қызды алып кеткеннен кейін оның телефонын бір жігіт алады. Брайан осы сәтте одан ақша жоқ екенін, бірақ та ол өзінің барлық қауіпті әдістерді білетінін айтады. Және қызды босата салыңдар, сол кезде бәрі жақсы болады дейді. Немесе ол олардың тауып өлтіретінін айтады. Ал белгісіз жігіт болса телефоннан оған сәттілік тілейді және телефонды қояды. Брайан бұрынғы әйеліне келіп қызды ұрлап кеткенін айтады. Жаңа күйеуінен жеке ұшақ дайындап беруін сұрайды. Әйелі оған құтқаруын өтінеді. Брайан бұрынғы әріптесіне телефон шалады. Ол жігіттердің албан тілінде сөйлегенін айтады. Ал татуировканың белгісі жас қыздарды ұрлап, оларды жаман жолға салып, наркотикке үйрететін адамдардың тобы екенін айтады. Брайанда 96 сағатқа ғана уақыт бар және сол уақытта қызынды құтқарып үлгермесең арғарай кеш дейді. Брайан Парижге келеді. Ол қыздар болған үйге келеді. Брайан диктофонды тыңдау арқылы бәрін елестетеді. Кимнің сынған телефонынан флешканы тауып алады. Флешкадағы фотоға түсіп қалған Питерді тауып алады. Ол әуежайға келіп, тағы да жаңа қызбен таксиге отырмақ болған кезінде Питерді тауып алады. Бірақ жігіт одан қашып үлгереді. Қашып бара жатырған кезде жүк көлігі қағып кетеді. Ұрлықтың болғанына 16 сағат өтеді. Брайан өзінің бұрынғы әріптесі Жан-Клодпен кездеседі. Ол қазір Францияның қауіпсіздік министрінің орынбасары болып жұмыс жасайды. Ол Брайанды Албандардың көшесіне жібереді. Қызыл жарық көшесі.
Кешке ол албанша аудармашыны ертіп жеңіл жүрісті бір қызбен сөзге тартып сөйлеседі. Оларды көрген бақылаушылар жігітке ашуланады. Олар бір-бірімен қақтығысып қалған сәтте Брайан жігітке тыңдауыш салып жібереді. Кейін олар машинаға оралады. Аудармашы жігіт оларды тыңдайды. Жігіттердің құрылыс алаңына қыздардың шаруасымен шақырғанын түсінеді. Брайан олардың артынан ереді. Ол жерге келгенде қызмет көрсететінін біліп қояды. Клиент болып кіріп, іштегі қиналып жатырған қыздарды көреді және де қызының сырт киімін көреді. Бірақ ол басқа қыз болып шығады. Брайан бұл сырт киімнің қайдан алғанын сұрайды. Қыз наркотиктің кесірінен ес-түссіз болады. Ол қызды алып қашуды шешеді және де албан жігіттерін өлтіруге тура келеді. Брайан қызды ескі досының қонақ үйіне әкеліп есін жию үшін укол салады. Таңертең қыз есін жияды. Ол Брайанға сауық кешіне қызы есепке келгенде ұрлап кеткенін айтады. Оған кеш суық болған кезде Ким оған киімін берген екен. Брайан адресті анықтап сол жерге барады. Ол өзін Жан-Клодтың орнына қойып таныстыру арқылы ішке кіреді. Ол іштегі жігіттерге ақшаны көтеретінін айтады. Бірақ та албандар ақшаны төлегенін айтты. Олар келіспесе, оларды қамайтынын айтады. Ақырында олар келіседі. Брайан бәрімен сөйлеседі. Сол күні онымен сөйлескен кім екенін анықтағысы келеді. Сол арқылы ол жігіттерге бір сөзді аударуды өтінеді. Және ол сөз сәттілік деген сөз еді. Ең соңында үнсіз отырған Марк есімді жігіт осы сөзді оқығанда ол дауысты бірден таниды. Сосын Брайан, мен сені өлтіремін деп айттым ғой деп ескертеді. Және де басқа да албандарды өлтіріп Маркты алып кетеді. Барлық бөлмелерді аралайды. Кейбір бөлмелерде оның қызынан да жас қыздарды көреді. Аманданың көз жұмғанын көреді. Брайан Маркты қинап, қызының қайда екенін білгісі келеді. Марк оған ештеңе де айтпаған соң, ол оны тоқпен ұратынын айтады. Францияда тоқ күші жақсы екен дейді. Брайан оған 2 рет тоқпен ұрады. Және де ол оған шыдамай Кимнің қыз екенін айтады және оны бай адамдарға сататынын да айтады. Брайан барлық шындықты білгеннен кейін Маркке тоқты қосып кетеді. Ол одан бұлай жасалмауын өтінеді. Брайан оған күліп, сен өлгенше осы жерде осылай қиналасың деп кетіп қалады. Кейін ол Жан-Клодтың үйіне келеді. Ол әйеліне күйеуінің досы екенін айтады. Сол себепті ол оны үйге кіргізеді. Жан албандармен бұрыннан жұмыс істейтінін айтады. Брайан әйелін атып, Паттерсон Клэр туралы ақпарат сұрайды. Қайдан табуға болатынын айт дейді. Брайан Паттерсонның сауық кешіне Жан-Клод болып келеді. Брайан ішке кіріп үлгереді. Ол қыздың соңғы болып сатылымда тұрғанын көреді. Ол қызын көріп өзін ұстай алмайды. Сол кезде оны күзетшілер ұстап алады. Олар оның кім екенін сұрайды. Ол соңғы қызды босатуын өтінеді, бірақ бұлар бұл бизнес дейді. Сол себепті бұл мүмкін емес дейді. Бастық Брайанды қалғандарына өлтіруді бұйырады. Өзі кешке қайтып оралады. Брайан қашып құтылып, бәрін өлтіреді және де бастықты қуып жетеді. Ол қызының қайда екенін біліп, бастықты да лифтінің ішінде өлтіріп кетеді. Жаңа қыздардың барлығы сатып кеткен. Оларды қайықпен алып бара жатыр еді. Брайан машинамен жетіп кемеге үлгереді. Ол барлық күзетті өлтіреді. Қызын миллионер шал қорғанып өлтірмек болғанда оны да атып өлтіреді. Ким әкесін көрініп сене алмай жылайды. Олар қайта елге келеді. Анасы рахмет айтып жылайды. Ким әкесіне рахмет айтып қоштасып өгей әкесінің үйлеріне қайтады. Брайан жалғыз таксимен үйіне кетеді. Фильмге қандай баға бересіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі видео шыққанша аман сау болыңыздар.